Мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы бекіткен Қазақстан Республикасы ішкі саясатының негізгі қағидаттары, құндылықтары мен бағыттарында заң мен тәртіп қағидаты бұл құқықтық мемлекеттің іргетасы, азаматтардың қоғамдық және жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі алғышарт деп көрсетілген болатын. Шығыс Қазақстан облысы бұл стратегиялық маңызы бар өңір. Осы тұрғыда заң мен тәртіпті қамтамасыз ету тек құқық қолдану мәселесі емес, бұл аумақтың басқарылуы, азаматтардың мемлекет деген сенімі және ұлттық қауіпсіздік факторы. Заң мен тәртіп идеологемасын ілгерілету мақсатында бекітілген брендбук талаптарына сәйкес облыс аумағында 78 баннер мен 3 керме тақырыптық жапсырмалар орналастырылды. 40 LED экран мен медиабортта идеологема нарративтері 3 минут аралықпен көрсетілуде. Сонымен қатар облыс орталығында 3 трамвай тақырыпқа сай сыртқы жарнамамен безендірілді. Жуық арада трамвайлар мен автобустардағы экрандарда бейнероликтер көрсету жоспарланып отыр.